Достар, сәлем. Біз қазір Шындық емес ойын ойнаймыз. жоқ ей. Шындық емес қой. Өтірік айту керек ойын ойнаймыз. Шындық айтып қойса егер жеңілетті айте. Бір, екі, үш. Менің жасым 30-да. Мен Италияда тұрамын. Мен 10-шы сыныпқа өтіп жатырмын. Менің атым Амина. Менің туым қырғыз. Менің ұлтым де. Менің ұлтым. Біздің бөлмеде жасыл перде. Мен мороженое жақсы көрмеймін. Мен мұзды, мен картошканы шекеде жей аламын. Мен магазинге көп барғанды ұнатпаймын. Так, не айтсам болады екен? Мен телефоным жоқ. Так, Менің... Мама! Мынау немене мынау? Мама, қоңыз. Білет. Мама, ей! Шынды ма? Мама! Слушай, айқайлап жатсыңдар. Мама, жаңа мына жақта қоңыз жүр. Аяда бері келсей. Мына жақта. Қандай қоңыз? Жаңа төңкерген біз үлкен қоңыз тұр. Не жерде ма? Иә. Видео түсіріп жатсыңдар ма не? Иә. Қалай не қылды енді өшірсе? Не істеп жатыр едіңдер? Қай жерде жүр? Хлопушка әкел. Қазір мама. Міне камераға түсірем как раз сендерді. Мына екі қыз құмырсқа, шыбын, қоңыз бәрінен қорқады ғой. Не көреді, бәрінен қорқа береді. Кәдімгі жаңа қоңызды былайнан ұстап далаға шығарып жүрмейсіңдер ма? Жоқ енді ұстамасаңдар да. Одан қашып жүрсіңдер ма? Қай жерде? Надама. Мен де қорқамын негізі. Қайсында? Не істедіңдер оны? Ойбай, дәуаны. Мен де қорқамын. Міне мама, сен де қорқасың ба не? Жоқ енді қорқамын, оны дәп-дәу ғой. Осырақ қоңыз ғой дейме? Иә, сондай қоңыз ғой. Қайдан кіріп кеткен? Үйге қайдан кіріп кеткен? Қалай көрдіңдер? Қалай далаға шығарып жүрміз енді оны? Бірдеңе ал келіңдер енді. Бірдеңе бір зат беріңдерші, бірдеңеге салып далаға алып шығайық оны. Өлтірмеу керек оны. Мен қағаз ба бірдеңе істеп жүр. Мама, мен лапушка алып келдім. Мынаған ше былайнан салайық та жүгіріп далаға алып шығайық. Мама, давайте сен аш мені өлтір. Болмайды. Аяна, ол дәп-дәу қалай ұрасың анамен қазір ол? Болмайды өлтіруге. Анелік маған көмектес. Сен... Ойбай, Ангеліктен қатты ұрады. Жарайды, өзімне қалайын. Жүгіріп кетсеші, бірақ жай жүреді екен ол қоңыз. Ал 1, 2, 3, әкел. Жоқ. Ей, түш, қане, қайда? Не болды? Қай жерде жүр, көрмей тұрмын ғой. Білмеймін. Әйтеуір осы өлмейді жүр ғой. Жоқ, неге бақырып атсың, неге шыңғырып атсың, айтсай. Жоқ, боғасын шыңғырып атсыңдар ма? Қорқпа. Қойш, Анеля. Ой, бұл бір жақ қарай қашып кетті біз анамны іздеп жүрген кезде. Давай іздеңдер енді, осы бөлмеден шыққан жоқ. Есік жап. Жастықтың ол жақ бұл жағында шығар мүмкін. Или сендердің төсектеріңе қарай кетті ма? Астына кетті қалды. Давай іздеңдер, ізде бош бір жерлерде тұр енді. Бүкіл жерді қара жатыр, жоқ. Астын қарадық былай. Төсектерін бәрін қарап шықшы. Астында қарау керек, қазір жылыштайын. Анеля, дұрыстап қара. Төсегін кетіп қалған шығар. Қараңдар. Сонда ол төсектермен түші. Налардың бәрін. Ай, түш. Мен төсегім. Ары қарай құлатып жүресің. Бірдеңе әкел. Былай тұр, ұрма. Мына екеуін-ай. Тынышталшы. Үйге динозавр кіріп кеткендей болды ғой, тыныш. Қазір алам. Дәптерім қайда менің? Қой дейм саған. Мыналарды. Дұрыс болған екен камераға түсіргем. Көздеріңді көр. Мама, қалай ұқтаймын? Жастығында кетті. Қайда кетті? Осырып қойсайшы жастығына. Осырақ қоңыз деген осырмайды ол.
Қайда кетті? Қайда Аяна? Міне. Жоқ, оған немене ұрсып атсын? Емінді маған. Неге мен төсегімен? Келе ғой, жүр, қорқпа. Неге қорқасыңдар? Ол деген дым зияны жоқ. Бірақ өстіп шығарып тастау керек далаға. На. Тасташ со Аянаның төсегіне жатпаш, бармаш соның төсегіне. Жақсы болды ғой мына екі қызды қорқытып. Шық. Сен актер қоңыз болдың ал, видеоға түсіп. Міне. Түспе. Шық, жүр, далаға шығарам мен сені. Жүр, есікті ашыңдар. Мына бір орында тұрмайды. Кәпір қорқынышты. Жүр, қайттан жүр. Ашыңдар, немене білем, мына дәптер жұрт қалай жырттық. Терлеп кеттік, бір қоңыздың артынан жүгіреміз деп. Жомарт дейін десек, жомарт жоқ үйде. Кеттік ал. Жүр, аш есікті. Жай жүр. Не бір қоңыз қат жүр еткен. Тыныш тұр, не болды саған? Өз-өзіңді бас. Жүр, ашшы. Ангелек, аш есікті. Мына екі қызда, я? Тастап кетіп қалайын ба екеуің бөлмелерін? Давай, тұра берсін ол қоңыз. Екеуің өздерің бөлмелерін алыңдар қоңызды. Өлтірме. Қойшы, Анеля, таста, жүр, аш, далан есігін аш. Аш есікті, ашса енді мен қолыма кетіп қалады. Екеуің. Соғынша не болды? Ашы есікті. Далада қашып жүрсіңдер ғой, ол тиіспейді деймін. Аш есікті. Қайдан кіріп кеткен бұл? Есікті ашсаң. Достарын. Мен қолына жыбырлап жатыр. Есікті ашсаң да. Маған просто есікті ашып берсем бар шар, бар. Жаппа, аш, мен шығар жіберем. Қорқпа, өйтіп болмайды, өйтіп қатты қорқуға. Не болды сендерге? Актер қоңыз ғой бұл дейін. Қолыма андай қылып кетіп жатыр ше. Қолыма дейін. Тез жүріп кетеді екен. Жүр, аш, далан есігін ашшы енді. Тұра тұр. Не қылмай жатыр. Біліп алды дәптер, ұнамай қалды жасыл дәптер. Жасыл түсті ұнатпайды ау деймін. Жүр, шық, пердені абайла. Ашшы пердені. Аш, көмектес маған. Екеуі ашпай тұр үш нәрсе. Қайттан қағып жібердің. Не болды ал? Бір қоңызбен әлеп болдық қой. Келу. Ой, молодец. Тимейді ғой бұл ешкімге зияны жоқ. Просто апарып тастау керек ары қарай. Әкеш тапочка. Таблица жаттайын десе, мына қоңызына таблицасын жыртып алыпсыңдар мынаның. Келу. Келе ғой деппін ғой, все болды, далаға шығып кетті, ары қарай кете берді өзі. Достар. Мен қатты қорықпаймын, просто сендерге әшін ойнап отырмын сендермен. Сендер мені қорқытып жібердіңдер ғой, бақырып. Қайттан түсіреміз қазір. Ендігіп қалдым ғой мыналарға ше, просто есікті аш деп, неге есікті ашпай жатсыңдар? Мен шығарып жіберем ғой. Масқара, үйде өстіп, ертең деппін ғой, бұдырық аяқ астынан. Құдай сақтасын, ондай жоқ қой, мына динозавр кіріп кетсе не боламыз біз сонда? Баяғыда бізде айтпақшы, Анеля кішкентай, екеуі кішкентай, Әлихан жоқ ойдың өгісі үйге кептер кіріп кеткен. Кептер ма, не еді? Торғай ма, бір құс кіріп кеткен. Мен есікті ашқанмын, сөйтіп құс кіріп кеткен. Сол кезде мына екеуінің, ол үші торғай дейін, жаңа қоңыз сияқты жаймен жүрмейді ғой. Ол дік былайынан ұшып жүреді ғой әр жерде, бір орынға қонбай. Мына екеуі шыңғырып, мен бұларға қой деп жатырмын, ананы ұшырып жатырмын. Кішкентай үйшік батын сол ішіне кіргізді да. Екеуін үйшікке кіргіздім да, ауыздарын жабыңдаршы. Мен мыналардың айқайлағаннан неғып кеттім ғой, қорқып кеттім. Сонымен құсты шығарып, аман, есен. Сөйтіп есікті жауып, ал жаңа мына қоңызға. Масқара. Сонша қорқып, еще бір шығатын нәрсе болса екен, Құдай сақтасын бірақ. Достар, осындай қызық видео шықты аяқ астына. Негізі қандай видео түсіріп жатыр едіңдер? Негізі мындай ойын сүрін дегеніміз ғой, әртүрлі ойын ше. Мынандай ойын, одан кейін тағы бір ойын. Біз айтып көрсетіп та, мысалы, бүйтсе. Жарайды, өздерің түсіре бересің. Менің жасым 25-те дейміз. Мен 8-ші сынып оқымаймын. Бұл не? Сендер дұрыс айтып жатқан жоқсыңдар.
Сен Оқимын. түсінбедім мен ондай ойын. Короче, Жарайды, мен де достар, түсінбедім. келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Пока-пока. Бүйтіп қорқа бермеңіздер, мына Қорықпаңыздар. екеуі сияқты.